Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар. Бүгін кім бай болғысы келмейді, Алла қаласа. Кім батыр болғысы келмейді, жүрегі дауласа деген тақырыпта біраз әңгіме қозғайық, иә? Негізі алып қарайтын болсақ, қай адам бай болғысы келмейді? Барлық адамдар бай, қуатты болып, өмірде бақытты өмір сүргісі келеді. Сол сияқты сізде өмірде бақытты, бақ-дәулетті, бай, қуатты өмір сүргіңіз келсе, негізі еңбектену керек, жалықпау керек. Еріншектің барлығын жинап қойып бір жерге, өзіңіздің осы жастық өміріңізде, Алланың берген өмірінде бақытты, бақ-дәулетті, бай, қуатты өмір сүруге тырысу керексіз. Алға қойған армандарыңыз қандай? Арманға жету үшін, негізі мұрат мақсатқа жету үшін армандап қана отыра бермей, негізі еңбектеніп, сіздің өзіңіздің қай салада жұмыс жасағыңыз келеді, не сіздің қолыңыздан келеді? Егер де сіз қандай да бір кәсіп ашам десеңіз, сіздің қолыңыздан не келеді? Со жөнінде біраз ойланып, өзіңіз кәсіп ашуыңызға болады. Біраз ойланып қараңызшы, осы күнге дейін сіздің жеткен жетістіктеріңіз қандай, неге жеттіңіз? Егер де сіз қандай да бір мемлекеттік жұмыста жұмыс жасап отырған болсаңыз, сіздің айлығыңыз қанша? Егер де сіз қолыңыздан қандай да бір іс келеді десеңіз, сол істі қосымша табыс қылып, осы қосымша табыстан да біраз ақша табуыңызға болады. Әрине, егер де сіз қосымша табыс таба аламын, соған менің қуатым жетеді, оған уақытым да жетеді деп ойлайтын болсаңыз, әрине, қосымша табыс сізге ешқандай да артықшылық болмайды. Сонымен қосымша табыс жасай жүре, ертеңгі күні сіз осы пенсияға шыққан кезде, сол қосымша табыс жасаған жұмысыңызды одан ары жалғастырып, оны арқарата дамытып, өзіңіз үлкен қандай да бір мекеме ашуыңызға болады, немесе шағын ғана цех қылып ашуыңызға болады. Егер де сіздің қолыңыздан аспаздық жұмыс келетін болса, сіз қандай да бір аспаздық жұмыстармен көптеген тармақтарында жұмыс жасайым десеңіз, әрине аспаздық жолында, немесе полуфабрикат деп жатады қазір кезде, тәттілер шығаратын әртүрлі саласында осы тағам өнімдерінің аспаздық жөнінде жұмыс жасауыңызға болады. Егер де сіздің қолыңыздан тігін келетін болса, әрине тігіннің де әртүрлісі бар, адам киімдері, немесе үйге керек әртүрлі заттар, немесе мысалы машиналарға тігілетін чехолдары деп айтып жатады, сол жөнінде де ойланып қарауыңызға болады. Негізі, егер де сіздің қолыңыздан осы іс келеді, бірақ та мен оны дұрыс істей алмаймын ау деп ойлайтын болсаңыз, оны негізі оқып, үйреніп, сол саланы біледі ау деген адамдардан үйреніп алуыңызға болады. Оқуыңызға болады, қазіргі заманда барлығын істеуге болады. Егер де әрине сіз үйреніп, оқып, ол істі арқарата дамытсаңыз, әрине сіздің қосымша табыстарыңыз көп болады. Негізі адам баласының қолынан барлығы келеді дейді. Басқа мына миллионер болып жатқан адамдарды алып қарайтын болсақ, оларға да берілген 24 сағат, сізге де берілген 24 сағат. Бірақ та олар бай болып отыр, а сіз орташа табыстасыз. Неліктен деп өзіңізге сұрақ қойыңызшы, неліктен ол кісілер бай, а мен орташа табыстамын деген сияқты. Сондықтан да егер де сіз байлыққа жол іздейтін болсаңыз, байлыққа жолды сіз әрине табасыз. Негізі адам баласын эмоциясы мен мінезі басқарады дейді, Сондықтан да сізде түп айтатын, қаттылау кішкене мінезіңізді қойып, осы істі мен бастаймын, аяғына дейін жеткіземін, осы істеп жатқан істердің қандай да бір биігіне жетемін, шынына шығамын, өзім сол істеп жатқан істі бастағаннан кейін аяғына дейін жеткіземін, осының білгір маманы болам десеңіз, әрине сіз сол істің шынына жетесіз. Әрине сіздің ұрпағыңыз да кейінгі кезде осы сіздің бастаған ісіңізбен мақтанатын болады.
егер де сіз қандай да бір аспаздық жұмыс жасап, сол істі ары қарата дамытып, қандай да бір цехтар ашып, немесе мекемелер ашып, сол жайында шығарып өңдейтін, сол тағамдарды мысалы ары қарата дамытып жасайтын, әртүрлі технологтарды кейінгі өзіңіздің жұмысыңыз өсіп, мысалы көптеген жұмысшыларды алып, өзіңіздің ісіңізді домалатып, өрге жүргізіп, көптеген адамдарға мысалы ақша төлеп, олардың да істерінің алға басуына көмегіңіз болатын болса, әрине сіздің жұмысыңыз жоғары өрлейді. Онда көптеген мамандар, технологтар жұмыс жасайтын болады. Әрине, мына негізі тағамдарды алатын болсақ, мына тағам, адам баласы әрине тамақтанбай отыра алмайды. Сондықтан да негізі мына тағам мен аспаздықпен айналысқан адамдар тез көтеріледі деп жатады. Сондықтан да қандай да бір іс істегіңіз келетін болса, қосымша табыс тапқыңыз келетін болса, бүгінгі күні ойланып көріңіз. Себебі жыл аяқталып келе жатыр, жаңа жыл келе жатыр, алдымызда жаңа жылға қандай жоспарларыңыз бар? Жаңа жылға өзіңіз жақсы бір жоспар құрыңыз. Жақсы жоспар құрып, сол құрған жоспарларыңыздың барлығын бөлімге бөліп, мысалы сіздің келесі 2023 жылға үлкен бір 15 жоспарыңыз болатын болса, соның ең негізгілерін алып жазып қойыңыз. Және де істеймау деген үлкен жоспарларыңызды үлкен әріппен жазып көрсетіп қойыңыз. Осыған мен жету керекпін, осы 23 жылы осы істі аяғына жеткізуім керек деген сияқты өзіңізге жақсы жоспарлар құрыңыз. Биылғы жылдың аяқталуына өзіңізді немен мадақтайсыз? Қандай жетістіктерге жеттіңіз? Былтырғы жазған жоспарларыңыздың қайсысына белгі қойдыңыз? Мына жұмысымды істедім, осындай жетістікке жеттім, 100%-дің мысалы 100%-ында орындадым, немесе 90%-ын орындадым осы істейм деген істің, немесе жоқ бір 50%-ы орындалды, келесі келер жылға 50%-ы қалды деген сияқты өзіңіз мысалға осындай жоспарларды құра отыратын болсаңыз, әрине сізде артық уақыт болмайды. Негізі айтады ғой, адам баласы барлығына үлгереді дейді. Сіз мықты болыңыз. Негізі мықты адамдар барлығына жетеді өмірінде. Сондықтан да сіз мықты болып, осы жылы жетпеген жетістіктеріңізге келесі жылы жетуге өзіңізге серт беріңіз. Сау саламатта болыңыз, сіз мықтысыз, сіз өзіңіздің жетем деген биігіңізге жетесіз. Мен оған сенемін, себебі сіз мықты адамсыз. Сау саламатта болыңыз. Сізбен бірге болған Айжан Сыламқызы.